Әке. Әке деген кім? Бәлкім, біздің есімізде әке, әрқашан үнсіз, бірақ отбасын қорғайтын адам. Бәлкім, ол әрдайым артта тұрып, біздің өсуімізді сырттай бақылайтын адам. Бәлкім, ол мен сені жақсы көремін деп жиі айтпаған шығар. Бірақ оның әрбір кеңесі, әрбір көзқарасы шексіз махаббаттың белгісі. Бірақ сіз ойланып көрдіңіз бе, әке деген жай ғана атақ емес. Ол рух, ол жауапкершілік, ол күш. Бір әкенің бейнесі үнсіз, жанқиярлық. Біз бала кезде әкемізді анамыз сияқты мейірімді деп ойламадық. Ол сезімдерін көрсетпейтін, бізді еркелетпейтін. Бірақ әрқашан біз үшін күресіп жүрді. Бір бала әкесін қатал деп ойлайтын. Әкесі оны ешқашан мақтамайтын, туған күнінде ұмытатын. Кейін бала біліп қойды, әкесі таң атқаннан күн батқанға дейін жұмыс істейтін. Өзі қарапайым өмір сүрсе де, тек баласының болашағы үшін бәріне төзетін. Кейбір махаббат үнсіз жасалады. Әкенің үнсіздігі шексіз қамқорлықтың белгісі. Әкенің иығы тірек пен күш. Біз өмір жолында талай рет сүріндік. Қиналғанда жаныңызда әкеңіз болды ма? Бала кезімізде әкеміз бізді иығына отырғызып, әлемді биік көрсетті. Өсе келе, біз үшін әкеміздің қолдауы өзгерген жоқ. Ол әрқашан бізге сенді, бізді демеп, табысымызға қуанды. Әкенің иығы тек бала көтеру үшін емес. Ол отбасын қолдайтын ең берік тірек. Әкенің рухы күрестің символы. Ұлы әке болу үшін бай немесе атақты болу міндетті емес. Бірақ әрбір әкенің бойында ортақ қасиет бар. Олар ешқашан берілмейді. Кейбір әкелер аптап ыстықта еңбек етеді. Кейбірі құрылыс алаңында тер төгеді. Кейбірі түн ортасына дейін жұмыс істейді. Бірақ олардың жүрегінде бір ғана мақсат бар. Балаларына жарқын болашақ сыйлау. Біз жас кезімізде әкелеріміздің қиындықтарын түсінбедік. Бірақ есейген соң өзіміз жауапкершілік ала бастағанда, олардың бізге өмірмен үлгі болғанын түсінеміз. Әкеңді түсіну, өзіңді түсіну. Бір күні біз байқаймыз. Кеше ғана мықты болып көрінген әкеміз шаршап қалыпты. Оның шашына ақ кіріп, жүрісі баяулапты. Біз бұрын сүйенген сол мықты иық. Енді біздің қолдауымызға мұқтаж. Осы кезде біз түсінеміз. Әке болу тек атақ емес, бұл ұрпақтар сабақтастығы. Біз өз отбасымыздың тірегіне айналғанда, біз өзіміз жауапкершілік алған кезде, біз жақындарымыз үшін барымызды салғанда, сол кезде біз әкелеріміздің бізге үйреткенін шын жүрегімізбен ұғынамыз. Құрметті достар, сіздің әкеңіз қандай болса да, қатал немесе мейірімді, бай немесе қарапайым, ол сіз үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Оның еңбегін бағалайық, оның арманын жалғастырайық. Табандылықпен, еңбектенумен, жақсы адам болумен оған алғыс білдірейік. Себебі әке бұл тек адам ғана емес, ол жауапкершілік, күш және мәңгілік махаббат. Рахмет. Әрбір ұлы әкеге арналады.